сабағында бұқаралық ақпарат құралдары және қимылсын бағынықты сабақтас туралы сөйлеу тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақтағы негізгі мақсатымыз тұтас емес кесте, диаграмма, сызба, сурет, мәтіндердегі мәліметтерді салыстырып өңдейтін боламыз. Және сонымен бірге мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндерді, яғни диаграмма, кесте, тағы басқа деректерді салыстырып, маңызды тұстарын анықтап жазатын боламыз. Кітаптарының 170-ші бетіндегі ережеге назар аударыңыздар. Қарайсыздар. Қимылсын бағынықты сабақтас балалар әртүрлі жолдармен жасалады. Кітапта өздерін көріп отырғандай, қимылсын бағынықты сабақтастың бағыныңқысы басыңқыдағы істің және ол қалай, қайтып, не етіп деген сұрақтарға жауап береді. Қосымша А, Е, И және О кітапта деген жүйелі жасалады. Айта қоймерейік. Бағыныңқы сұрақтарына қалай және қайтып деген сұрақтар қойылады. Беруі арқылы жасалады. Қандай сұрақ қойылады? Қалай деген сұрақ қойылады. Домбыра шертіп отырған әнші әуелете қап ән салып келеді. Бірінші жай сөйлем бұл домбыра шертіп отырған әнші әуелете шырқап. Ал екінші жай сөйлем бұл ән салып. Жатқандай деген жерде қан деген есімше жұрнақтан кейін рай деген жұрнақ жалған. Айтпастан екінші сөйлем артынан миссалдардың түрлері. Бұқаралық ақпарат құралдарының әрқайсысы өзінің мақсатты аудиториясымен бір-бірімен ерекшеленеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін түсіну қазіргі әлемде ақпараттық